Ит пен мысық адамға қалай үйренді ертегісі. Баяғы заманда балалары жоқ бір кемпір мен шал болыпты. Шал егін егеді. Жиналған астығын қамбаға құяды. Шетінен базарға апарып сатып, шай пұлын айырады екен. Бір күні шал қамбадағы астығын алып, базарға апарып сатпақ болады. Қамбаның есігін ашып қалғанда, тышқандардың өріп жүргенін көреді. Олар дәні бүтін астық қалдырмапты. Жегенін жеп, жемегенін ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Бұған кемпір мен шал қайғырып, былай деп зар еңірейді. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайтеміз? Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық екеуінің мұңын естіп қастарына келеді де: «Мяу, неге сонша қайғырып тұрсыңдар?» деп жөн сұрайды. «Қайғырмай қайтейік?» дейді шал мұңын шағып. «Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды жеп, төгіп шашып, талан-таражға салыпты. Соның жазасын беретін біреу табылар ма екен бұл дүниеден?» дейді шал. «Мяу, қане, көрсет ұры тышқандарды!» деп мысық құйрығын бұлғаңдатады. «Ендеше бері жүр!» деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Мысық құжынаған тышқандарды көреді. «Мяу, енді есікті жауып қой да кете бер!» дейді ол шалға. Үй-үйді кезіп, аштықтан ішегі шұрылдап, қарны қабысып жүрген мысық қалың тышқанмен айқаса кетеді. Әп-сәтте 5-6-ын ұстап, қалғандарын қуып шығады. Мысық үйсіз, күйсіз айдалада қаңғып жүруші еді. Енді жаңбыр өтпейтін, су тимейтін қамбада қарны тоқ тұратын болды. Біраз уақыттан кейін тышқандар бұл маңнан безіп, қамбаға жоламай кетіпті. Тышқандар құрып, тамағы азая бастаған мысық кемпір мен шалдан: «Мяу, қане, тағы қандай жұмыстарың бар?» деп сұрапты. Олар тышқаннан құтылғандарына қуанады. Кемпір мысықтың жылтылдаған жүнін сипалап еркелетеді. Шал: «Не қалайсың? Қане, айт, тілегіңді орындауға әзірмін» депті. Мысық өзінің қалауын айтады. «Мяу, мен көп нәрсе сұрамаймын. Жалғыз-ақ тілегім бар. Үйлеріңнің бір бұрышынан орын берсеңдер болғаны». Кемпір мен шал мысықтың қалауын қабыл алып, үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үй ішінде не істесе де ерік беріпті. Қайда жатам десе де тыйым салмапты. Үшеуі бірге тату-тәтті тұратын болыпты. Мысыққа кемпір күніне бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы үйде пырылдап, ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғымайды. Бір күні түн ішінде шалдың қорасына қасқыр түсіп, бір-екі қойын жеп, қалғанын тамақтап кетеді. Мұны көріп шал қатты қамығады. «Осы қойдың сүтін қорек етуші едік. Енді қалай күн көреміз? Бұл зұлымдардың зауалын беретін біреу табыла ма?» Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де құйрығын бұлғаңдатып: «Мяу,
Бар ондай батыр. Мен соны іздеп тауып ертіп келейін, деп еркелей сөйлейді де айдалаға қарай жүгіре жөнеледі. Мысық кең даланы шарлап итті іздейді. Бір кезде жер тіміскілеп сүмеңдеп жүрген оны көріп қасына барады да: «Мяу, мен сені іздеп келдім», дейді маңғазданып. «Саған бір ақыл айтайын. Бүйтіп көрінген інді қазып, тіміскіленіп жүргенше адамның қорасын күзет. Қарның тоқ болады, жылы, жайлы жерде тұрасың». Аштықтан бұралып жүрген ит оның айтқанына көнеді де: «Оф, оф, оф, баста ендеше сол адамның қорасына апар», деп құлшынады. «Ал, кеттік олай болса», деп мысық соңынан итті ертіп ауылға қарай жүріп отырады. Шалдың үйіне келген соң кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның алдына барып күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, таң атқан кезде бір қасқыр қой қораға ентелеп жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп алқымынан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым дегенде зорға құтылып қаша жөнеледі. Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал: «Сен де бір ержүрек екенсің», деп оны тамаққа тойдырады, есік алдына үйшік салып береді. Сөйтіп кемпір, шал, мысық, ит төртеуі біріне бірі көмектесіп еш уайымсыз тұра береді. Мысық пен ит адам баласының қолына ең алғаш осылайша үйренген екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер де ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видеомды ең алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, қоңырау батырмасын басыңыздар. Келесі кездескенше.